Астананың 15 жылдығы қарсаңында Ағиық ақын революционер, қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен шығармашылығын көрерменге ұсыну үшін мұражайында болып қайттық. Сәлеметсіздер ме? Біздің Сәкен Сейфуллин мұражайына қош келдіңіздер. Сәкен Сейфуллин мұражайы атақты ақын, қоғам және мемлекет қайраткері Сәкен атамыздың өмірі мен шығармашылығын зерттеп, халыққа насихаттау мақсатында 1988 жылы 21 қаңтарда Қазақ Министрлер Советінің жарлығы бойынша ашылған болатын. 1995 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мұражайға келген іс-сапарында Сәкен атамыздың Көкшетау атты кітабына жазып қалдырып кеткен естелік сөзі: асыл бабамыз Сәкен Сейфуллиннің аруағы тәуелсіз елімізді желеп жебеп жүрсін. Алдарыңызда гобелен ақ сұңқар Сәкен деп аталады. Бұл гобелен Сәкен атамыздың шығармалар желісінде қолдан тоқылған. 2008 жылы біздің тапсырыс бойынша жасалған болатын. Авторы Батима Заурбекова. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы 15 қазанда қазіргі Қарағанды облысына қарасты Жаңарқа өңірінде дүниеге келген. Сәкеннің әкесі Сейфулла Оспанұлы құсбегі, саятшы, он сағынан өнері тамған домбырашы, сауық қой кісі болған деседі. Ал анасы Жамал Шамбайқызы өте сұлу, ақылына көрік сай қазақтың ертегілері мен мақалдарын және аңыз әңгімелерін жатқа айтқан екен. Алдарыңыздағы мұралар Сәкен Сейфуллиннің арғы ата-бабаларынан қалған мұралар: Шоң бидің төс белгісі тазамыстан жасалған және Күшікбайдың кісе белбеуі. Анасы Жамал Шамбайқызының ұршығымен шай сауыты. Сәкен Сейфуллин алғаш сауатын ауыл мектебінде Аға Жаяқ деген молдадан арабша хат таниды. Сәкеннің ата-анасы өздерінің балаларын білімді болғанын қалап, және де орысша білгенін қалап, 1906 жылы Өспендегі орысша қазақша бастауыш мектепке оқуға жіберген болатын. Ол бастауыш мектепті Сәкен Сейфуллин 1908 жылы үздік тамамдап Ақмола қаласына келеді. Мынау сол кездегі Ақмола қаласының ғимараттарының көрінісі. Мынау қазіргі біздің мұражай орналасқан Мұхтар Әуезов көшесі, бұрын Булижная Центральная деп аталған екен. Училищеде оқып жүріп, 1912 жылы қазақ медресесінде қазақ және татар балаларына орыс тілінен сабақ берген болатын. 1913 жылы училищені үздік тамамдап, Сәкен Сейфуллин Омбы қаласындағы мұғалімдер семинариясына оқуға қабылданған болатын. Осы Омбы мұғалімдер семинариясында оқып жүрген кезінде бір жылдан кейін, яғни 1914 жылы студент Сәкеннің өткен күндер өлеңдер жинағы Қазан қаласында басылып шықты. Бұл өлеңдер жинағына Сәкен Сейфуллиннің 16-дан астам ағартушылық демократтық бағыттағы өлеңдері енген болатын. 1916 жылы Омбы мұғалімдер семинариясын тамамдағаннан кейін Сәкен Сейфуллин қазіргі Қарағанды облысы Нұра ауданына қарасты Ахмет ауылына келіп, Сұлтан Абылаевтың көмегімен мектеп ашып, сол жерде ұстаздық қызметін бастаған болатын. Бұл залымыз Сәкен Сейфуллиннің қоғамдық қызметіне арналған зал. 1917 жылы Кеңес үкіметі құрылғаннан кейін Сәкен Сейфуллин осы Ақмола қаласына келіп, жастар арасынан Жас Қазақ ұйымын құрған болатын. Осы Жас Қазақ ұйымының көмегімен ең алғашқы рет Ақмола қаласында Тіршілік газеті қазақ тілінде жарық көрді. Тіршілік газетінің бас редактор қызметін ақмолалық адвокат Рахымжан Дүйсенбаев атқарған болатын. 1917 жылы Кеңес үкіметі құрылғаннан кейін 18 жылы Совдеп, яғни депутаттар кеңесі құрылған болатын. Совдептің төрағасы Захар Катченко, оның орынбасары Бәкен Серікбаев, Нестер Монин. Ал Сәкен Сейфуллин президиум мүшесі Ақмола уезінің халық ағарту комиссары етіп тағайындалды. Өкінішке орай, Ақмола қаласында кеңес үкіметі көп тұрақтап қалмай, 1918 жылдың жаз айларында патшашылдар төңкеріліс жасап, кеңес үкіметін құлатып, Сәкенді және өзінің бір топ жолдастарын тұтқындаған болатын. Алғашында Сәкен Сейфуллин 6 ай бойы Ақмола және Петропавл түрмесіне қамалды. Кейін Барнаул, Семей арқылы Атаман Анненковтың азап вагонында 48 тәулік бойы көптеген азап қиыншылықтарды көріп, Омбының тұтқындар лагеріне айдалған болатын. Омбы тұтқындар лагерінен қашқандар ешқандай соттың үкімінсіз ату жазасына кесілсін деген бұйрыққа қарамастан, Сәкен Сейфуллин өзінің жолдастарының көмегімен 1919 жылы Омбы тұтқындар лагерінен қашып шығады. Алғашқы күндері өзінің жолдастары Мұқан және Батима Айтпеновтердің үйінде жасырынған болатын. Бірақ бұл жерде көп тұрақтап қалу қауіпті болғандықтан Сәкен Сейфуллинге жолдастары Дүйсенбі Әсиұлының атына жалған құжат жасап береді. Сол құжаттың көмегімен бетпақ тал арқылы
Әулиеатаға өтіп кеткен болатын. Әулиеата қазіргі Тараз қаласы. Әулиеатаға келіп, Әулиеатаның өздік атқару комитетінің төрағасы Қабылбек Сармолдаевтың қабылдауында болады. Осы кісі Сәкен Сейфуллинді кеңес үкіметін нығайту жолындағы күрескер ретінде танып, мандат берген болатын. Осы мандаттың көмегімен Сәкен Сейфуллин 1920 жылы Ақмола қаласына қайтып оралды. Ол кезде Ақмола қаласында кеңес үкіметін қайта құрылған кезі Ақмолаға келіп, Ақмола өздік атқару комитетінің іс басқару бөлімінің орынбасары етіп тағайындалған болатын. 1916-19 жылдардағы өзінің және халықтың басынан кешкен оқиғаларын Сәкен Сейфуллин өзінің ең алғашқы тарихи мемуарлық романы «Тар жол тайғақ кешуде» өте жақсы баяндаған болатын. Бұл алдарыңыздағы тұрған романның түпнұсқасы 1927 жылы Қызылорда қаласында араб графикасымен қазақ тілінде басылып шықты. Сәкен Сейфуллин киім кию үлгісінде европалық стильді қатаң ұстанған болатын. Алдарыңыздағы костюм шалбар бұл Сәкен Сейфуллиннің 1929 жылы Мәскеу қаласынан сатып алынған костюм шалбары. Және 1926 жылы өзінің Қырым қаласынан сатып алынған туфлиі мен қол таяғы. Бұл жәдігерлерді Сәкен атамыздың жары Гүлбақрам апай осы мұражайға тапсырған болатын. Бұл Сәкен Сейфуллиннің 1917 жылдары осы Ақмола қаласында тұрған үйінің макеті Республика көшесінде орналасқан болатын. Өкінішке орай 1971 жылдары бұл үй бұзылып кетті. Қазір мұражай орналасқан ғимарат бұл 1847 жылы Көпес Казанцевтің әкімшілік үйі ретінде салынған екен. Кейіннен кеңес үкіметі кезінде бұл жерде көптеген кеңселер және редакциялар орналасады. Сол кезде Сәкен Сейфуллин бұл үйге жұмыс бабымен келіп жүрген. Ал келесі дәл осындай ғимарат бұл Сәкен Сейфуллиннің досы дәрігер Благовещенскийдің өзінің үйі болған екен. 1934 жылы Сәкен Сейфуллин 40 жасқа толған болатын. Сол 40 жасқа толған мерейтойында өзбек жазушыларының сыйлаған шапаны мен тақиясы және інісі Мәжит Сейфуллиннің тапсырған қол таяғы. Алдарыңызда ақан серінің кесесі және 1936 жылы Сәкен атамыздың шығармашылығының 20 жылдығы аталып өтілген болатын. Сол 20 жылдықта КСРО жазушылар одағының сыйлаған, Сәкен Сейфуллинға сыйлаған алтын сағаты. Өзінің жеке заттары, Мәскеу қаласынан сатып алынған француз әтірі, жары Гүлбақрам апайдың әмияны, ақша түрлері, мүштік, күл салғыш. 1930 жылдары Сәкен Сейфуллиннің КСРО жазушылар одағында отырған өзінің креслосы. Сәкен Сейфуллин мұражайы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны болып есептеледі. Жаңа мұражайменен өздеріңіз біздің таныстырушылар арқылы танысып шықтыңыздар. Менің тоқталайын дегенім осы мұражай тұрған ғимараттар. Қазіргі мұражай тұрған ғимарат 1845 жылы сол кездегі орыс көпесі Казанцевтің салғызған үйі болатын тұғын. 24 жылдан бастап ол ғимаратта әртүрлі советтік мекемелер жұмыс істеді. Санау орталығы, статистика дейміз ғой. Сол сияқты жаңағы мемлекеттік мекемелер. Соның бір бөлмесінде Сәкен отырып жұмыс істеген. Аз ғана уақыт жұмыс істеген оның өзінде де. Содан кейіннен ол кісінің жаңағы өмірін өздеріңіз білесіздер. Жаңа қуғын сүргін зобалаңмен кеткен. Енді екінші ғимарат әкімшілік ғимараты деген ол 1891 жылы доктор Благовещенскийдің салғызған үйі. Доктор Благовещенский жаңағы Сәкеннің «Тар жол тайғақ кешу» романында айтылатын Сәкеннің жақсы досы болған. Сәкен осы үйде келіп жаңағы Благовещенскийдің дәрігердің жай күйімен танысып қаны белгілі. Бұл зданиялардың барлықтары бір кездері салынғанменен жай күйі өте төмен болады. 2009 жылы ең алғашқы мұражайға қайта қалпына келтіру жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ол жүргізілгеннен кейін 2011 жылы осы әкімшілік ғимаратқа толық қалпына келтіру жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қазір осы Астанадағы бірден бір ескі ағаш сәулет өнерінің ескерткіші ретінде сақталып тұр. Бір-екі ғимаратта мемлекеттің қорғауында, олар да жаңағы ескі ескерткіш
есебінде сақтаулы. Ал енді мұражайға келушілер бізде өте жоғары, негізінен жаңағы жастар, балалар, студенттер. Сонан кейін жаңағы біздің мұражайымызда қосымша Қазақстан Жазушылар одағының жаңағы Астана қалалық филиалының жаңағы жазушылары осында есепте тұрады. Олар айына бір рет бола ма, кейде жаңағы 2 рет өздерінің біздің жаңағы жиналыс залымызда өздерінің жиналыстарын өткізіп, әртүрлі кітаптардың ашылу салтанаттарын өткізіп тұрады. Сонымен бірге біздің мұражайымызда жаңағы сырсандық деген балалар жаңағы жасөспірімдер клубы бар. Бұл клубта жаңағы таза поэзиямен айналысатын мектеп оқушылары бұл клубқа тізілген. Ол клубтың жетекшісі бар. Бұл клуб айына 2 рет бізде өздерінің жаңағы бас қосуларын өткізіп тұрады. Сонымен қатар бізде жылма-жыл өткізетін жаңағы бізде сәкен оқулары деген шарамыз бар. Ол шарамыз октябрь айының 15-інде өтеді. Не себебі? Октябрь айының 15-інде сәкеннің туған күні. Соған қарама-қарсы біз сәкен оқуларын өткіземіз. Где-то ол 1,5-2 аптаның мөлшерінде өтеді. Неге десеңіздер, өйткені осы Астана қаласында өткен 70 шақты мектептен әрбіреуіне бір баладан қатысқан күннің өзінде бір 70-80 бала қатысады. Оның бірнеше жаңағы номинацияға бөлінеді. Ол жаңағы сәкеннің қара сөздерін оқу, сәкеннің поэзиясын оқу деген сияқты. Содан кейін жаңағы сәкен шығармаларынан жаңағы өздері әртүрлі постановка, шағын қойылымдар әкеп, осы жерге қойып, соның осы жерден жаңағы бізді мұражай тарапынан марапаттап, жылма-жыл өткізетін дәстүріміз бар. Сонымен қатар бұл жерде мына тәуелсіздік күніне орай, енді кейінгі кезде біз жаңағы әдет дейміз бе, қалайды, соған айналып келе жатырмыз. Сол мүшәйра өткізу, республикалық ашық мүшәйра өткізу. Бұл дәстүрімізге айналып келе жатыр. Енді міне биылғы жылы ол дәстүрімізді кішкене өзгертіп, мына Астананың 15 жылдық мерекесіне орай, міне осы 1 шілде күні Астана қаласындағы Конгресс-холл сарайында соны марапаттау рәсімін өткіземіз. Ол енді міне комиссияның отырысы где-то 14-15-інде болады. Содан кейін жаңағы комиссия толық шығарманы оқып, жаңағы жеңімпаздарды анықтағаннан кейін сол 1 шілде күні біз марапаттау рәсімін сол жаңағы Конгресс-холлда өткіземіз. Басқа енді біздің мұражайымыздың жалпы өздеріңіз көріп отырсыздар, іші де, сырты да бәрін жаңаладық. Бұл жаңалаулардың барлықтары жайдан жай жасап жатқан жоқ. Бұның бәрі қаражатты требует, керек қылатын шаруалар. Сондықтан біз енді мына Астана әкімдігінің жаңағы көмегімен, Астана әкімдігінің мәдениет басқармасының көмегінің арқасында, сол жердегі азаматтардың жаңағы қаражат бөлу арқасында біз осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Қазіргі таңда бүкіл жаңағы жұмысшыларымыз компьютерлермен қамтамасыз етілген, жаңа жиһаздармен қамтамасыз етілген. Сонан кейін жаңағы мына қазіргі заманға сай интернет желістері бізде жалғыз осы әкімшілік ғимаратта емес, жаңағы мұражайда да тұр. Мұражайдың сайты міне биыл жаңағы неге мемлекеттік сатып алуға объявление беріп, мына мұражайдың ісін автоматтандыру деген IT музей деген программа бар. Сол программаны биыл біз енгізейік деп отырмыз. Енді оны біз как раз қазіргі госзакуп жаңағы мемлекеттік сатып алуға кіргіздік. Енді міне жаңағы жеңімпаздар шығу керек. Содан кейін біз оны жаңағы сайты мен жаңағы интернет портал дейді, біздегі мұражайда тұрған біраз дүниелерді сол жаңағы интернет арқылы да көруге болады. Бірақ толықтай емес, өйткені толық көрсетсек, бізге жаңағы мұражайға келмей қалуы да мүмкін, бәрін интернеттен көріп. Сондай жұмыстар жүргізіп жатырмыз.